Салем, достар! Сегодня мы с вами продолжаем на шаг, собственно, настоящее время казахского языка, рассматриваем вопросительную и отрицательную форму. В первую очередь мы рассмотрим в единственном числе жекеше түрі. Достар, на моем канале есть уроки, именно образование, собственно, настоящего времени казахского языка. Если вы его не смотрели, можете посмотреть, там более подробно. Здесь я коротко остановлюсь. Обычно в казахском языке вопросительное предложение образуется с помощью частиц маме, бабе, папе. И они всегда пишутся отдельно. И отрицательное предложение именно в этой форме, собственно, настоящего времени казахского языка есть два способа образования отрицательной формы. Первый способ – это с помощью суффиксов маме, бабе, папе. Пишутся они вместе, к ним добавляется суффикс «и», потом идут личные окончания. А второй способ – это с помощью суффиксов ған, ген, қан, кен, потом идет слово жоқ, к ним добавляется личное окончание. Теперь давайте прочитаем эти примеры. Сен мені көріп тұрсың ба? Сен мені көріп тұрсың ба? Ты меня видишь? Отвечаем, я тебя не вижу. Мен сені көрмей тұрмын. Мен сені көрмей тұрмын. Или же мен сені көріп тұрған жоқпын. Мен сені көріп тұрған жоқпын. Следующий пример. Сен палау жеп отырсың ба? Сен палау жеп отырсың ба? Ты кушаешь плов? Отвечаем, я не кушаю плов. Мен палау жемей отырмын. Мен палау жемей отырмын. Или же мен палау жеп отырған жоқпын. Мен палау жеп отырған жоқпын. Следующий пример. Сен құжаттарды қабылдап жатырсың ба? Сен құжаттарды қабылдап жатырсың ба? Ты принимаешь документы? Отвечаем, я не принимаю документы. Мен құжаттарды қабылдамай жатырмын. Мен құжаттарды қабылдамай жатырмын. Или же мен құжаттарды қабылдап жатқан жоқпын. Мен құжаттарды қабылдап жатқан жоқпын. Следующий пример. Сен курсқа барып жүрсің бе? Сен курсқа барып жүрсің бе? Ты ходишь на курсы? Отвечаем, что я не хожу на курсы. Мен курсқа бармай жүрмін. Мен курсқа бармай жүрмін. Или же мен курсқа барып жүрген жоқпын. Мен курсқа барып жүрген жоқпын. Теперь, достар, уважительная форма второе лицо. Сіз мені көріп тұрсыз ба? Сіз мені көріп тұрсыз ба? Вы меня видите? Отвечаем, я вас не вижу. Мен сізді көрмей тұрмын. Мен сізді көрмей тұрмын. Или же мен сізді көріп тұрған жоқпын. Мен сізді көріп тұрған жоқпын. Второй пример. Сіз палау жеп отырсыз ба? Сіз палау жеп отырсыз ба? Вы кушаете плов? Мен палау жемей отырмын. Или же мен палау жеп отырған жоқпын. Следующий пример. Сіз құжаттарды қабылдап жатырсыз ба? Сіз құжаттарды қабылдап жатырсыз ба? Вы принимаете документы? Мен құжаттарды қабылдамай жатырмын. Я не принимаю документы. Мен құжаттарды қабылдап жатқан жоқпын. Мен құжаттарды қабылдап жатқан жоқпын. Следующий пример. Сіз курсқа барып жүрсіз бе? Сіз курсқа барып жүрсіз бе? Вы ходите на курсы? Я не хожу на курсы. Мен курсқа бармай жүрмін. Или же мен курсқа барып жүрген жоқпын. Достар, теперь от третьего лица. Ол мені көріп тұрма? Ол мені көріп тұрма? Он меня видит? Он тебя не видит. Отвечаем, да, он тебя не видит. Ол сені көрмей тұр. Ол сені көрмей тұр. Или же ол сені көріп тұрған жоқ. Ол сені көріп тұрған жоқ. Следующий пример. Ол палау жеп отыр ма? Ол палау жеп отыр ма? Он кушает плов.
Ол палау жемей отыр. Он не кушает плов, да? Ол палау жемей отыр. Или же ол палау жеп отырған жоқ. Ол палау жеп отырған жоқ. Следующий пример. Ол құжаттарды қабылдап жатыр ма? Ол құжаттарды қабылдап жатыр ма? Он принимает документы? Отвечаем, что он не принимает документы. Ол құжаттарды қабылдамай жатыр. Ол құжаттарды қабылдамай жатыр. Или же ол құжаттарды қабылдап жатқан жоқ. Ол құжаттарды қабылдап жатқан жоқ. Следующий пример. Ол курсқа барып жүрме? Ол курсқа барып жүрме? Он ходит на курсы? Отвечаем, он не ходит на курсы. Ол курсқа бармай жүр. Ол курсқа бармай жүр. Ол курсқа барып жүрген жоқ. Ол курсқа барып жүрген жоқ. Достар, теперь примеры во множественном числе, көпше түрі. Достар, теперь второе лицо, простая форма во множественном числе образуется точно так же, меняется только личные окончания, они будут во множественном числе. Например, сендер мені көріп тұрсыңдар ма? Сендер мені көріп тұрсыңдар ма? Вы меня видите? Отвечаем, мы вас не видим. Біз сендерді көрмей тұрмыз. Біз сендерді көрмей тұрмыз. Или же біз сендерді көріп тұрған жоқпыз. Біз сендерді көріп тұрған жоқпыз. Следующий пример. Сендер палау жеп отырсыңдар ма? Сендер палау жеп отырсыңдар ма? Вы кушаете плов? Отвечаем, мы не кушаем плов. Біз палау жемей отырмыз. Біз палау жемей отырмыз. Или же біз палау жеп отырған жоқпыз. Біз палау жеп отырған жоқпыз. Следующий пример. Сендер құжаттарды қабылдап жатырсыңдар ма? Сендер құжаттарды қабылдап жатырсыңдар ма? Вы принимаете документы? Отвечаем, мы не принимаем документы. Біз құжаттарды қабылдамай жатырмыз. Біз құжаттарды қабылдамай жатырмыз. Или же біз құжаттарды қабылдап жатқан жоқпыз. Біз құжаттарды қабылдап жатқан жоқпыз. Следующий пример. Сендер курсқа барып жүрсіңдер ме? Сендер курсқа барып жүрсіңдер ме? Вы ходите на курсы? Отвечаем, мы не ходим на курсы. Біз курсқа бармай жүрміз. Біз курсқа бармай жүрміз. Или же біз курсқа барып жүрген жоқпыз. Біз курсқа барып жүрген жоқпыз. Достар, теперь уважительная форма во множественном числе, второе лицо, да? Сіздер мені көріп тұрсыздар ма? Сіздер мені көріп тұрсыздар ма? Вы меня видите? Біз сіздерді көрмей тұрмыз, мы вас не видим. Біз сіздерді көрмей тұрмыз, или же біз сіздерді көріп тұрған жоқпыз. Біз сіздерді көріп тұрған жоқпыз. Следующий пример. Сіздер палау жеп отырсыздар ма? Сіздер палау жеп отырсыздар ма? Вы кушаете плов? Отвечаем, мы не кушаем плов. Біз палау жемей отырмыз. Или же біз палау жеп отырған жоқпыз. Следующий пример. Сіздер құжаттарды қабылдап жатырсыздар ма? Сіздер құжаттарды қабылдап жатырсыздар ма? Вы принимаете документы? Отвечаем, мы не принимаем документы. Біз құжаттарды қабылдамай жатырмыз. Или же біз құжаттарды қабылдап жатқан жоқпыз. Следующий пример. Сіздер курсқа барып жүрсіздер ме? Сіздер курсқа барып жүрсіздер ме? Вы ходите на курсы? Отвечаем, мы не ходим на курсы. Біз курсқа бармай жүрміз. Или же біз курсқа барып жүрген жоқпыз. Третье лицо во множественном числе. Олар мені көріп тұрма? Олар мені көріп тұрма? Они меня видят? Отвечаем,
Они тебя не видят. Олар сені көрмей тұр. Олар сені көрмей тұр. Или же олар сені көріп тұрған жоқ. Олар сені көріп тұрған жоқ. Следующий пример. Олар палау жеп отырма. Олар палау жеп отырма. Они кушают плов? Отвечаем, они не кушают плов. Олар палау жемей отыр. Олар палау жемей отыр. Или же олар палау жеп отырған жоқ. Олар палау жеп отырған жоқ. Следующий пример. Олар құжаттарды қабылдап жатыр ма? Олар құжаттарды қабылдап жатыр ма? Они принимают документы? Отвечаем, они не принимают документы. Олар құжаттарды қабылдамай жатыр. Олар құжаттарды қабылдамай жатыр. Или же олар құжаттарды қабылдап жатқан жоқ. Олар құжаттарды қабылдап жатқан жоқ. Следующий пример. Олар курсқа барып жүр ме? Олар курсқа барып жүр ме? Они ходят на курсы? Отвечаем, они не ходят на курсы. Олар курсқа бармай жүр. Олар курсқа бармай жүр. Или же олар курсқа барып жүрген жоқ. Олар курсқа барып жүрген жоқ. Достар, желаю вам удачи изучения казахского языка. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.